Мыңдаған адам Құдай кім екенін білместен тентіреп жүрген қанша адам бар. Аллах субханала тағала бізге осыны нәсіп етіп қойды. Есепсіз шүкір болсын. Аллах субханала тағала бізді бір наркоман, қарақшы, процентхор қылып қойса, ешкімнен қорқпайтын еді. Бірақ Аллах субханала тағала бізді тәуба қылатын, истағфар қылатын, момындардан қылып қойғанына есепсіз шүкір. Көш жүре түзеледі. İnşallah biz Қазақстан мұсылмандары өте көп түзеліп қалдық. Алхамдулилла. Өте көптен көп түзеліп қалдық. Мен ең бірінші 87 жылы оқуға кеткем. Сонда мектепті бітіріп, мектеп бітіргеннен кейін кеттім. Сонда мен бір өзім ғана едім. Ешкім жоқ. Содан бір күні кесем, бір ағаларымыз үстімнен күліп жатыр. Сәлден ғана, шапан ғана, мәсін ғана. Мен демей тұрмын. Ей, ішпесең, шекпесең, қызбен жүрмесең, не өмір мынау? Не өмір? Мынау қазір хиджаб деген проблема болып жатыр ғой. Ол уақытта о нәрседе жоқ еді. Алхамдулилла. Сондай бір уақыттар келді. Егеменді ел болдық. Мынандай мешіттердің салынуын кім ойлаған? Мына мешітті қараңызшы, қандай мешіт. Сондай бабаларымыз болған. Азан естпестен өліп кетеміз бе деп жылаған. Азан естуге зар болғанда. Қазір бізде азанның да қадіріне жетпейді. Баяғыда біз бала кезімізде азан айтып атса, адамдар отыра салатын, тыңдайды. Тіптен жылай жібереді. Себебі азанды есту арман болған. Алхамдулилла, міне осындай мешіттер ашылып, әдемі азандар айтылып. Жүре түзелеміз. Біз бұдан да дамыған, исламы өте мықты болған елге айналамыз, иншалла. Кешегі бабаларымызды қырған, біздің бабаларымызды қырған кеше. Өңкей қаймақтың барлығын қырған. Алхамдулилла, сол күндердің бәрі артта қалған болсын. Міне енді еңсемізді көтеріп, осы дәрежеге жеттік. Біз бұдан да үлкен дәрежеге жетеміз, иншалла. Аллах субханала тағала Құранына қатты тұратын болсақ, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның көрсеткен жолыменен мықты тұратын болсақ, иншалла ертеміз өте үлкен, ұлық дәрежеге жетеміз. Мынау қазір Астанадан Өсерге шейін 4 сағатта кіріп келдік біз. Жолдың барлығы ремонт болып атқан екен. Біздің Сарыағашта да сондай. Чимкент өз бізде 120 километр, машинаны мықты айдайтын болса 45 минут 50 минутта кіріп барады, бірақ қазір 2 сағатсыз кіре алмайсың. Сонда бір жігітпен келіп жатырмын машинада. Мықты машинасы бар, боқтап келіп жатыр. Өкіметті боқтап жатыр, басшыларын боқтап жатыр. Аузынан бір дұрыс әңгіме шықпай жатыр. Мен қарап күліп жатырмын. Неге күлесің дейді. Мен айттым, сенің мына машинаң болмайды дедім. 570 джипта, мен айттым, мына машинаң болмайды дедім. Сен бұдан да мықты машинаға мінуің керек. Ол қандай машина? Ол сабыр деген машина, сабыр деген. Сабыр деген мықты машина болады. Анау қайран. Ақсаусақта ол. Жалғыз ғана анау машина мініп, дүниенің бәрі осы ләззаты осы екен деп қойған бейшарада.
Sabır деген машинаға отырсаң, иншалла, тағын бір 4 жыл, 5 жыл сабыр қылсаң, мына жолдың бәрі өте әдемі болады. Sen қазір 4 сағатта жетедімсің, иншалла, ол 4 жылдан кейін 1 сағатта 50 минутта жетуі мүмкін. Дұрыс па? Міне біз Астанадан қазір, біз осыдан 5-6 жыл алдын келгенімізде өте тез келіп қалған едік. Қазір де өте жақсы айдап келді, бірақ біз 4 сағатта келдік. Жолдың барлығы. Бірақ біз 3-4 жыл сабыр қылатын болсақ, ертең Астана мен Қарағандының арасы ештеңе болмай қалады. Дұрыс қой? Бәріміздің ақылымыз жетеді бұған. Біздің дініміз де сондай, ағайындар. Дініміз де сондай. Қазір мысалы мен деген бай мына жолды істей алмайды. İstey aladı mı? İstey almaydı. Себебі onun техникасы жоқ. Бірде ақшасы болуы мүмкін, бірақ оның техникасы жоқ. Дұрыс па? Онша адамның шақырып кетеді мына жолды істеу үшін. Бұған мемлекет кірісіп жатырда, мемлекет істейді де бұны. Қарың, мына дінде де мен өзім бір жол табамын деп тұрып, алаяқтықпен елден бөлініп шығуменен еш нәрсе болмайды. Болдыра алмайды да. Бәлкім ынтымақтықпен, бірлікпенен, білімменен бұл діннің жолын өте мықты техникалармен салып қойған. Ол 4 мазхаб иесі. İmam Abu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbal, İmam Malik. Олар өте мықты техникаға ие болған. Олар салып бітірген бұл жолды. Енді сол жолда сіз бен біз жалғастыруымыз керек. Ол үшін бірақ ең бірінші сіз бен бізге білім керек. Қазіргі мына жолды боқтағанменен, бораланғанменен, ашуланғанменен жөндей алмайсың. 2 күн, 3 күнде жөндей алмайсың, 1 жылда жөндей алмайсың. Бұған өзінің сұрағы бар. 2017 жыл бітіреміз деген сұрағы бар. Дұрыс па? Сондай иншалла біздің де еліміздің өсіп өну үшін біраз тірлік керек. Ол үшін сіз бен бізге ең бірінші білім керек. 4 мәселе деп тартысып, бірін жаман көріп, бірін неше түрлі боғауыз сөз айту жараспайды ол. Бәлкім бірімізді қазақ не дейді? Өсер елдің балдары бірін батырым дейді. Өсер елдің балдары бірін батырым дейді, бірін қуаттайды. Жаман жолда болса жақсы жолға жөндейді. Қаны бауырым мына жолды ұстайық деп. Егер біз Аллах Субхана ва Тағала Құр'ан-ы Кәрімде айтқандай «Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррақу». Аллахтың арқанын мықты ұстаңдар, ажырамаңдар деген аятқа өте қатты тұратын болсақ, иншалла біз өте мықты өскен ел боламыз. Әрі қыздарымыздың қаншасы орамалда болады. Мен мысалы осыншама жамағаттың бір қызынан орамал тартатын болса, уже көрініп қалады. Көрініп қалады иншалла. Ертең орамал тартатын да уақыттар келеді иншалла. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.